Бүгін екеуміз жент жасаймыз. Жентті мені талқаннан жасайды. Талқанды негізі тарыдан, содан кейін жүгерінің талқаны болады. Бүгінгі біздің істейтін жентіміз тарының талқаны. Апа, тарыдан майсөк жасамай ма? Иә, дұрыс айтасың, тарыдан майсөк жасайды. Ал енді мына талқан сол тарының үгітілген түрі. Ал енді жентті ерте кезде ата-бабаларымыз көп пайдаланған. Бұл женттің құрамы өте жоғары. Сендер жеп жүрген чипси, әлгі кирешки, міне соларынан бұл өте пайдалы. Жентті, талқанды, содан кейін жаңағы майсөкті жеген балалар көп ауырмайды, өйткені бұлардың құнары жоғары, сондықтан да бұны көп пайдалану керек. Ал енді екеуміз осыны жасаймыз, сен маған көмектес. Ал, қызым, біздің жентіміз дайын. Енді бұны тоңазытқышқа қоямыз, сөйтіп қатырып, сосын жей беруге болады.